армысыздар, апайлар, қарындастар. Мен ойлаймын, бұл жерге келіп тұрған адамдардың барлығы негізгі мақсаты елге жаны ашиды. Мынау 30 жылдық озбыр биліктің ауысуын талап етеді. Биліктің басқару системасын өзгерткісі келеді. Сол мақсатпен келіп отырсыздар деп ойлаймын. Егер солай болатын болса, сол мақсатқа қалай жетеміз? Мен соны күндіз түні ойлап, шетелде де жүріп, өз елімде де жүріп, анамен айтысып, мынамен қырқысып, сөйтіп жүріп, мынандай шешімге келдім. Егер рұқсат етсеңіздер, қазір мен соны айтып беремін. Тыңдаңыздар. Біз мынау 30 жылдық билік тамырын өте тереңге жіберді де, біз бұны жеке-жеке я ДВК арқылы, я болмаса жаңағы хақ арқылы, әйтпесе тағы бір ұйым арқылы құлатамаймыз. Біз бәріміз біріккенде ғана құлатамыз. Мынау Америкада екі ақ партия бар. Біреу жаңағы республикалық, біреу демократтық. Сол демократиялық партияның негізін қалау үшін мынау ел бірлігі деген жаңа бір жақсы қозғалыс пайда болды. Сіздер әлі оны білмейсіздер. Бағдарламасын оқып көріңіздер. Бір-біріңізге таратыңыздар анау Facebook арқылы. Сонда көресіздер. Яғни осы билікті ауыстырғысы келеді. Мынау басқару системасын өзгерткісі келетін адамдардың барлығы, ұйымдардың барлығы бас біріктіруіміз керек. Бір мақсатта ғана, бір мақсатта. Егер біз олай етпесек, біз не дейді ана, құм жиылып тас болмас, құл жиылып бас болмас. Шашылып тағы 30 жыл жүреміз. Езгісінде осылардың. Нұр Отанға қарсы болу үшін, Нұр Отанға қарсы тұру үшін біз бәріміз бірігуіміз керек. Бір-бірімізді кешіруіміз керек. Керек болса кейбір нәрселерді жұтып жіберу керек. Бәріміз бірігуіміз керек. Ол бірігу үшін ел бірлігін жақсылап оқыңыздар. Онда не айтылады? Біріншіден, өш қолын? Ол үшін біріншіден жаңағы әділ сайлау өткізуіміз, содан бастауымыз керек. Әділ сайлау өткізу үшін не істеуіміз керек? Мына сайлау туралы заңды өзгерту, партиялар туралы заңды өзгерту, мына митингтер туралы, бейбіт шеру туралы заңды өзгерту, баспасөз бостандығы, сөз бостандығы туралы заңдарды өзгерту керек. Ал оны мына билік өзгерте салмайды. Өзгерту үшін жаңағыдай бас біріктіруіміз керек ел бірлігінің айналасында. Так, одан кейін мына әділетті сайлау, мына сайлауды өткізбеуіміз керек біз. Мына сайлауды өткізу үшін талап қоюымыз керек. Осы заңдарды өзгертесің. Мынау жаңағы 13 миллион халық билікке араласпай қалды. Тек қана анау билікті, байлықты жекешелендіріп алған бір отбасы менен Нұр Отанның айналасындағы шенеуніктер ғана қатысады билікке. Ал біз қатыспаймыз. Дауыс беруге құқымыз жоқ. Анау құлдардан да жаманбыз біз қазір. Құлмыз біз қазір. Олай болса, мына парламенттік сайлауды егер жаңағыдай өзгеріс өткізбесеңдер, бойкот жариялаймыз. Және мына үздіксіз митинг жасаймыз. Үздіксіз. Және ана ел бірлігінің айналасына бәріміз топтасамыз. Мен сіздерді соған шақырамын. Рахмет.